Баршаңызға сәлем достар. Сіздермен бүгін мен Майра, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай керемет блинчик дайындайтын боламыз. Өте дәмді. Осы рецептпен дайындасаңыздар, ешқашан өкінбейсіздер. Қарап тұрсаңыздар, қараңыздар, өте әдемі, нәзік, ешқандай шеттері қатты емес. Ал бастайық. Бізге керекті заттардың бәрін осы видеоның астына жазып қоямын. Мен каналыма тіркеліп, лүпіл басып, және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Ең алдымен біз 2 жұмыртқаға қантымыз салып, араластырып аламыз. Қантымыз еру керек. Үстіне шым-шым тұзымызды саламыз. Одан кейін венчигімізбен жақсылап араластырып аламыз. Тұзымызбен қантымыз кішкене еру керек. Үстіне жылы сүтімізді құйып, бөлек ыдыстағы ұнымызға нан қопсытқыш немесе соданы салып, араластырып алып, жаңағы сүт құйған ыдысымызға салып, біркелкі масса болғанға дейін араластырамыз. Ешқандай комок болмау керек, түйіндер болмау керек қамырымызда. Міне, өте оңай рецепт. Осылай тез-тез араластырып жібереміз. Ендігіде бізде жаңағы блинчиктеріміз тесік-тесік болып шығу үшін бізге осындай қайнап тұрған су қажет болады. Үстіне суымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Енді қарап тұрсаңыздар, біркелкі массада болды. Ары қарай 3 қасық сұйық май құямыз. Бұл жерде менде ас қасығы. Егер сіздер қатты майлы болып кетеді десеңіздер, 2 қасық құйсаңыздар да болады, бірақ табаңызға жабысуы мүмкін. Сол үшін 3 қасық қосып, араластырып, осылай пісіре бересіздер. Мен бұл жерде табамды ешқандай блинчиктерден кейін майлап отырған жоқпын. Осы жаңағы 3 қасық майым қамырда жеткілікті болғандықтан май қажет еткен жоқ. Сол үшін жабыспай, міне, өте әдемі, сарғыш, қызғылт түсті болып пісіп жатыр. Менің осы табам 1000 теңгелік таба, ең арзан. Осындай блинчиктерге арналған. Міне, қараңыз, шетін ақырын көтерсеңіздер, осындай қып-қызыл болып піседі. Ақырын осындай ағашпен алып жинап аласыздар. Міне, шеттерін көрсеттім жаңа әдейі, ешқандай қатты болып қалған жоқ. Жұмсақ. Екіншісінде көрсетейін. Міне, екіншісінде құйып жатырмын табама. Осы қазір қарап тұрсаңыздар, шеті кішкене қызарғанда аудара бересіздер. Негізі от қатты жанып тұру керек отымыз. Сол кезде осындай тесік-тесік болып, ажурный блинчик деп атайды. Сондай тесік-тесік болып, әдемі блинчиктер дайын болады бізде. Егер астындағы отыңыз баяу жанып тұрса, ондай тесіктер шықпайды. Сол үшін қатты ысытып алуымыз керек табамызды. Сол кезде міне жақыннан көрсетіп жатырмын. Өте әдемі болып, тесік-тесік болып шығады. Жұмсақ. Қазір соңында, видеоның соңында сіздерге көрсетемін. Міне, қараңыздар. Шет-шеттерін қарасаңыздар, ешқандай қытырлап қалмайды. Барлық жері бірдей піседі. Түсін қараңыздар, қандай әдемі. Дәмі де өте керемет. Осы рецептпен дайындасаңыздар, еш өкінбейсіздер. Міне, осылай. Осы менде порциядан 18 дана блинчик шықты. 18 штук шықты. Мінекей, жақынан көрсетіп жатырмын. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Ас дәмді болсын. Келесі видеода кездескенше.